Қазақ халқының тарихында даналығымен, көрегендігімен ел аузында қалған тұлғалар көп. Солардың бірі мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ол ақын, тарихшы, шежіреші, ойшыл әрі халық арасында әулие атанған жан. Мәшһүр Жүсіптің есімі неге мәшһүр атанды? Өйткені бала күннен халық ауыз әдебиетін, қиссалар мен аңыздарды жаттап өскен. Әр ауылға барған сайын елдің сөзін тыңдап, жыр қылып айтып отырған. Сондықтан да халық бұл бала мәшһүр, яғни аты мәлім, көпке танымал деп атап кеткен. Бірақ оны тек жыршы не ақын деп қана қарастыруға болмайды. Оның қолжазбаларында қазақтың тарихы, шежіресі, халықтың тұрмысы мен болашақ туралы ерекше сөздер бар. Кейіннен бұл жазбалардан болжам сипатындағы әңгімелер таралып, халық жадында сақталып қалды. Мәшһүр Жүсіп 1858 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл өңірінде дүниеге келді. Ол кезде қазақ даласы патшалық Ресейдің ықпалында еді. Елдің тұрмысы ауыр, жер мен малдан айырылып жатқан шақ. Жасынан зерек болған ол ауыл молдасынан хаттанып, кейіннен Бұхара, Ташкент медреселерінде оқыды. Сонда жүріп араб, парсы, түркі тілдерін меңгерді. Бұл оған шығыстың ілімін, көне жазбаларын түсінуге мүмкіндік берді. Оның өмір сүрген дәуірі қазақ халқы үшін өтпелі кезең болатын. Бір жағынан отаршыл саясат күшейді, екінші жағынан халық азаттығын аңсады. Міне, осындай аласапыран заманда мәшһүр Жүсіп халықты үмітке жетелейтін сөздер айтты. Қазақ елі тәуелсіздігі туралы болжамы. Ел ішінде кең тараған әңгімелердің бірі мәшһүр Жүсіптің қазақ халқының болашағы жайлы айтқаны. Ол, қазақ елі азат күнге жетеді. Хандығы болмаса да, елді халықтың арасынан шыққан қарапайым адамдар басқарады деген деседі. Бұл сөзді естіген замандастары күмәнмен қараған. Өйткені сол кезде қазақ даласы түгіл патшаның қол астында болатын. Тәуелсіздік алмақ түгілі, елдің өз билігі де жоқ еді. Бірақ 20 ғасырдың соңында 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Ел басына халықтың арасынан шыққан тұлғалар келді. Бұл, мәшһүр Жүсіптің сөзімен үндес көрініс. Демек, оның айтқанын халық әулиелік деп қабылдады. Себебі ол заманда мұндай ой айту болашақты көрегендікпен болжау болатын. Қиын кезеңдерді болжауы. Мәшһүр Жүсіп қазақ халқының алдынан үлкен сынақтар өтетінінде ескерткен. Ол, қазақ жұрты қырғын көреді. Аштық болады, ел босып кетеді. Бұл халықтың басына түсер үлкен сынақ деген екен. Шынында да, 20 ғасырда қазақ халқы талай нәубетті бастан кешті. 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс кезінде қаншама адам қырылды, ел шетел асуға мәжбүр болды. 1931-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған қазақ қырылып, тағы да босып кетті. Кейін қуғын-сүргін, соғыс жылдарындағы ауыртпалықтар халықты қатты сынға салды. Халық осы оқиғаларды еске ала отырып, мәшһүр Жүсіптің айтқанын бұрыннан болжап кеткен екен деп түйді. Дін мен дәстүрдің қайта оралуы. Мәшһүр Жүсіптің тағы бір сөзі бар: заман ақыр таяғанда дін әлсірейді, бірақ кейін қайта күшейеді. Кеңес дәуірінде дінге тыйым салынғаны белгілі. Мешіттер жабылды, молдалар қуғындалды, халықтың дәстүр салты әлсіреді. Алайда тәуелсіздік алғаннан кейін қайтадан мешіттер салынды, халық имандылыққа бет бұрды, салт дәстүр жаңғырды. Бұл да мәшһүр Жүсіптің болжамына сай келетін құбылыс. Ғылым мен техника жайлы сөздері. Мәшһүр Жүсіптің қолжазбаларында ерекше сөздер кездеседі. Ол, құс қанатымен ұшпайды, темір қанатпен ұшады. Адам айды аралайды деген екен. Бұл сөздер 20 ғасырдың жетістіктеріне дөп келеді. Шындығында адамдар ұшақ жасап, аспанға самғады. Кейін ғарышқа да көтерілді. Тіпті айға да қадам басты. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, одан кейін Талғат Мұсабаевтың ғарышқа ұшуы осы сөздің мәнін одан сайын айқындай түскендей. Халықтың арман үміті мен даналығы. Мәшһүр Жүсіптің сөздерін тек қана болашақты көрген әулиелік деу жеткіліксіз. Бұл халықтың арман үмітінің бейнесі. Қазақ халқы қашанда азаттықты аңсады, жақсы күнге сенді, ғылым білімге ұмтылды. Оның болжамдары халықтың жан дүниесінен туған ойлар. Бірақ мәшһүр Жүсіп сол үмітті терең түсініп, қағазға түсіре білген. Сондықтан ол сөздер бүгінгі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақтың тарихында дара тұлға. Ол өз заманының ғана емес, келер ұрпақтың да ойшылы болды.
Оның болашаққа айтқан сөздері халық жадында сақталып, бүгінгі күнмен сабақтасты. Қазақ елі тәуелсіз болды, қиын қыстау кезеңдерден өтті, дін мен дәстүр қайта жаңғырды, ғылым дамыды. Осы оқиғалардың бәрі мәшһүр Жүсіптің сөзімен үндесіп жатқандай. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл кездейсоқ сәйкестік пе, әлде шын мәнінде әулиелік пе? Пікіріңізді төменге жазыңыз. Арнаға жазылып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.